баяндайтын әңгімеміз ұлт зиялыларының көсемі болған Әлихан Бөкейханұлының 1913 жылы Қазақ газетіне «Қазақ тарихы» деген тақырыпта қалам тірейді. Ол мақаласын екі тақырыпқа бөліп жазады. Біріншісі жалпы тарих ұғымы не дегенге баяндама жасайды. Ал екіншісі сол қазақ тарихына байланысты сол дәуірде жазылған қазақ тарихының қаншалықты ақиқат екендігіне өз пікірін қалдырады. Сол мақаласының басында жалпы тарих деген не деп сұрақ қойып, тарихқа былайша баяндама береді. Тарих ол бұрынғы заманның жайынан сөйлейтұғын және бұрынғы өткен кісілердің істерінен хабар беретін бір ілім дейді. Қазақтың көпшілігі оны шежіре деп айтады. Бүгінгі күннің ғалымдары үшін дейді, тарихтан асқан оңды мұғалім жоқ дейді. Тарих түзулікті үйретуші бір жол. Келешек күннің болашағын айқын көрсетуде тарих анық құрал бола алады дейді. Bir халық, bir ел өзінің тарихын жоғалтса, өзінің тарихын ұмытатын болса, қайда жүріп, қайда баратындығын, не істеп, не қылатындығын білмейді. Және келешекте басына қандай күн туашағына да көз жетпейді дейді. Егер бір халық сол сияқты өзінің тарихын ұмытса, бір ел өзінің тарихын жоғалтатын болса, артынша өзі де жоғалуға бейім болып тұрады дейді. Дүниеде қандай да бір ел басқа елдің алдында қор болмаймын десе, және сол сияқты өзінің бүткіл тұқымы құрып кетпейтіндігін ойласа, ол өзінің шежіресін иманындай жақсы ұғынып білуі тиіс дейді. Яғни әрбір халық өзінің шежіресін мықты білу керек деп жатыр. Қазір қазақта дейді, әрбір үйдің отағасы, әр ауылдың ақсақалы тұнып тұрған бір шежіре дейді. Өзінен үлкендерден естігендерін болашақ жастарға түгелімен баяндап отырады дейді. Бірақ дейді, ел арасында жүрген шаламолдалар, сол сияқты тарихтан мүлдем бір хабары жоқ надан қожалар бар. Тарих жайлы естісе, екі құлақтары тік тұрады дағыны, халыққа былай айтады. Тарих дейсің бе дейді. Тарих оқу не керек дейді. Ол бір Алланың сөзі болмаса, не пайғамбарымыздың хадисі болмаса, ол тарихтан бізге алар ешқандай да бір пайда жоқ дейді. Сөйтеді дағыны өздерінің арамзалықтарына қоймай, аңқау елге сол арамзалықтарын жасайды дейді. Сөйтіп, елді тарих бетінен мүлдем қайтарып тастайды. Ал енді осы тұста Әлихан атамыздың осы жерге дейін тарихқа берген анықтамасына талдау жасайтын болсақ, яғни бұрынғы сол кісілердің дәуіріндегі ақсақалдар мен қазіргі уақыттағы ақсақалдардың айырмашылығын қарап көрейік. Әлихан атамыз айтып жатыр, әрбір үйдің отағасы және әр ауылдың ақсақалы тұнып тұрған бір шежіре дейді. Олар өзіне сіңірген нәрселердің барлығын келешек жастарға баяндап береді дейді. Яғни жастарды сондай бір қонымды бір әңгімелермен қанағаттандырады деп жатыр. Ал енді күніміздің ақсақалдарына қарайықшы. Яғни барлығын айтпаймыз енді, барлық адамға топырақ шашу жоқ қой, бірақ көпшілігі деп айтамыз. Ауыздарынан расында келгенде оңды әңгіме шықпайды. Айтатындары, Құдай сақтасын, қасында отырып кішкене өзің ұялып кететіндей әңгімелерді айтады. Ауыздарында шылым. Мына интернеттік желілерден де қарап жатамыз. Намазыңыз қайда, намаз оқымайсың ба десең, белім ауырады деп айтады. Ал бірақ тойларда секіріп құтырып билеп жүреді. Белі ауырғандығы сол ма? Бата беріңіз деп айтасын, екі әріптің басын құрай алмайды. Ал енді ондай ақсақалдар өздерінің келешек балаларына не үйретіп, не қалдырады? Қандай шежіре айтады? Сондай бір ақсақалдар қазір шықты, шынымен де немересіне жеті атасын айтып бере алмайды, өйткені өзі жаттамаған. Білмейді. Шежіре, тарих қалай жоғалып жатыр дейміз да. Міне осындан. Ал Әлихан атамыз айтты, ол ақсақалдар тұнып тұрған бір шежіре болатын, тарихқа қараудың, үңілудің қажеті жоқ. Білгін келсе бір ақсақалды ұстайсың да, маған мына мәселе туралы айтып беріңізші дейсің, ол саған сылдырлаған су сияқты ақтарып береді. Ал қазір ақсақалдарымыздан шынымен де мына мәселе қандай десе, Құдай біліпті қарағым дейді дағыны, әңгіменің бетін қайтарып жауа салады. Ал егер
карта жайлы сұрасаң, Құдай сақтасын, басқа да бір сондай ұятты істер жайлы сұрайтын болсаң, саған қарнын ақтарып тұрып баяндайды ғой шіркін. Оның барлығы біздің осы болашақ жастарға беріп жатқан тәрбиеміз осындай болып бара жатыр енді. Ал енді ел арасындағы шала молдалар, надан қожалар деген тұсына талдау жасасақ, ол кездегі шала молдалар, надан қожалар деп жатқаны, ол қазақтан болған молдалар емес еді. Яғни кеңес үкіметінің әтейі қазақтың арасын бұзу үшін өздері қолдан қуыршақ қылып тағайындап қойған молдаларын айтты. Не үшін? Оған қандай дәлел, қандай фактор бар дейтін болсақ, оған қазіргі күніміздегі өз саласында екі бірдей мықты ғалым бар. Профессор, осы кісілердің сөздерімен дәлел келтіреміз. Бірі абайтанушы Мырзахмет Мекентас деген ағамыз бар. Ол кісі айтады, қазақта ешқашан Құдайын ұмытқан молда болмаған. Олардың барлығы қазақтың арасын бұзған, қазақтың арасына іріткі салғандар, сол алаш көсемдерінің барлығы баяндап жүрген шала молда деп, арамза молда дегендердің барлығы олар татар молдалары болатын дейді. Бұл сол кісінің айтқан пікірі. Ал енді арнайы құжат түрде, арнайы архивтерден ақтарылған материалдар негізінде сөйлейтін болсақ, мына Мәмбет Қойгелді деген өте керемет тарихшы профессор ағамыз бар. Өзінің Алаш қозғалысы деген 2 томдық кітабы бар. Бірі мына қазір алдымызда тұр. Осы кітаптың 4-ші бөлімінде ишан істері, яғни сол кездегі мықты болған молдалардың артынан қозғалған істері жөнінде толығымен баяндап береді. Оның барлығын нақты дәлел, архивтік құжаттарымен біздерге баяндаған. Ода ойдан алына саған бір сөз жоқ. Онда сондай бір Ағишан және оның баласы Алауыддин ишан деген болған. Солар кезінде оңтүстік өңіріндегі Шаян ауданында 1902 жылы арнайы мешіт медресе ашады. Сол мешіт медресеге мына Қырғыз еліндегі Өш деген ауданынан бірнеше шәкірт, және мына Өзбекстандағы Міржашөл деген жерден тағы да бірнеше шәкірт, сол сияқты мына жалпы Қазақстан төңірегінен мыңдаған шәкірттер келіп білім алған екен. Сол кездегі ол медресенің сондай беделі, мына Ресей мемлекеті былай тұрсын, біраз мемлекеттермен өзінің қарым-қатынасын жасап тұрған дейді. Сол мешіт медресені қолға алған, өзінің қаражатымен қаржыландырған Ағишан деген кісі соны кеңес үкіметі тергеуге алып, оны сондай абақтыларға жауып, сондай бір қиын қыстау сәттерге түсіреді екен. Тек оның өзін емес, өзінің баласын да осындай дәрежеге алып келеді. Сонда Мәмбет Қойгелді ағамыз баяндайды, сол кеңес үкіметінің өзінің идеясын жалпы қоғамға, қазақ қоғамға орнықтыру үшін олардың алдында 3 бірдей үлкен кедергі тұрды дейді. Бірі ұлт зиялылары, мұны алаш көсемдерін айтады. Екіншісі экономикалық әл-ауқатты мықты әлеуметтік топтар. Олар саудагерлер, байлар, осы ұлт зиялыларына өздерінің қаражатымен демеп отырғандар. Ал үшіншісі мұқтасиб, ишан молдалар болатын дейді. Олардың алдында көлденеңнен үлкен тұрған кедергі болатын дейді. Осылардың барлығын анық дәлел факторларымен келтіреді. Ал ол молдалар ол кезде сол нағыз қазақтан шыққан молдалар болатын да. Олардың алдында көлденеңнен кедергі болып тұрған. Солардың барлығын жібін үзу үшін қудалап, оларға тергеу ісін жасап, олардың барлығын абақтыға жапқан болатын. Ал одан кейін барып өздерінен жасалған қуыршақ молдаларды татар молдаларына келіп қойды. Солардың барлығы қазақтың тарихын ұмыттыру үшін тарихты оқып не қыласын деді. Тарих ол Құдайдың сөзі емес, пайғамбардың хадис емес деген сөздермен халықтың миын улап, ойбай сол ұлт оянып кетпесін, тарихты бұларға білдіртпейік деп, сондай пікірлерді жайып отырды. Соған ерген сол кездегі халықта, бізге шынымен де керек емес екен ғой деп, тарихтан көздерін тайдырған болатын. Ал енді осының жалғасында Әлихан бабамыз айтады.
тарих біздерге не береді дейді да. Тарих ол ата бабаларымыздың кім екендігі жайлы баяндайды. Және олардың не істегендері, олардың қандай қуаттары болғандығы, сол қуаттарын қандай орындарға жұмсағандығы жайлы, және олардың дұшпандары, достары кім болғандығы, олардың басына қандай жағдайда бақ қонғандығы, қандай істен пайда алып, қандай істен зарар көргендігі біздерге анық баяндап береді дейді осы тарихта. Тарихты оқып білсек, сол бұрынғы ата бабаларымыздың басына келген қандай да бір оқиға болса, олардың өткендегі істерінен туған нәтижесі болады дейді. Сол сияқты біздің келешекте басымызға қандай күн туатындығы дейді, ол қазір біздің жасап жатқан ісімізге байланысты дейді. Енді біз өзіміздің ісімізге қарайық. Не жасап жүрміз біз өзі? Жасап жүрген ісімізге байланысты келешекте сондай нәрсе басымызға туады. Құдай сақтасын, күніміз қалай өтіп жатыр? Ел үшін, жұрт үшін пайда болатын нәрселерді жасап жатырмыз ба? Жоқ әлде қара басымыздың қамын ойлап, болмаса басымызға да пайда бермейтін нәрселерді жасап жүрміз ғой? Болмайтын өмірімізге де, ақыретімізге де пайдасы жоқ дүниелермен көп шұғылданып кеттік. Жастарды қарасақ та, қарияларды қарасақ та, сондай арзан күлкі, ешқандай да бір пайдасы жоқ нәрселермен көп айналысып кеткен сияқты. Оны не үшін айтып жатырмыз? Өйткені қазіргі уақытта ғаламтор жүйесі қатты дамыған уақыт. Енді көрсең, көз қуандыратын нәрселер жоқтан қасы. Оған қарап, ішің өртенеді, күйеді. Болды, басқа еш нәрсе емес. Өйткені не? Істеген істерінің бәрі, жасаған тірліктерінің барлығы болашақта түк пайдасы жоқ. А болашаққа не пайда береді? Оны біз тарихқа үңіліп көресің. Егер тарихты оқып, тарихты білетін болсақ, қандай жерден біз пайдаламыз, қандай жерден зарар көреміз, соның барлығын тарих біздерге баяндап отырады. Бұл біз өзіміздің сөзіміз емес, Әлихан атамыздың баяндап отқан бір баяны деп ұғынсақ болды. Және де ол кісі айтады, бұрынғылардың көпшілігі дейді, ұлт ісімен елге пайдалы келетін нәрселерден қарағанда уақыттарының барлығын біреудің көзін шұқумен өткізді, күш-жігерлерінің барлығын соған жұмсады дейді. Ақыреттік азығы ретінде қалдырған ісі қайда дейді. Ақыретке дейін тоқтамай жазылып тұратын амалы қайда дейді. Солардың барлығы қазір қабірде шіріп жатыр ғой дейді. Қазіргі жанның жағдайы бір Аллаға мәлім дейді. Және айтады, біз болашақ ерге не тастап бара жатырмыз? Оларға не қалдырып жатырмыз? Бұрын тарих жазылған жоқ. Қазір дейді, тарих қалмай жазылып отырады. Біздің сөйлеген сөздеріміз, істеген әрбір ісіміз, және әрбір мінез құлқымыз дейді, оның барлығы келешек жастарға тарих болып жазылады дейді. Оларға пайдалы бір, олардың көзі қуанатындай бір іс қалдырып бара жатырық па, олардан алғыс алатындай. Болмаса, мән мағынасы жоқ істермен шұғылданып, далаға ағылып жатырмыз ба, олардың қарғысын алатындай. Бір Құдайдың өзі біледі дейді. Және айтады, ондай істе көкірегінде көзі бар адам барлығы ойлануы тиіс дейді. Біз келешекке не қалдырып жатырмыз? Ал енді әрбір тұлға өзінің күнделікті жасап жүрген ісіне кішкене есеп беріп, өзі ойланып қарасыншы. Ұлт пайдасы үшін, болмаса, ұлт пайдасы болмаса да, өзінің отбасының пайдасы үшін бір нәрсе бітіріп жатыр ма? Ал егер еш нәрсе бітіре алмай жатса, не үшін істей алмай жатыр? Не үшін мен оны істей алмаймын деп өзіне сұрақ қойсын, және осы жолда күрессін. Одан міндетті түрде бір пайдалы іс келтіруге күш-жігер шығады. Өйткені адамның істегенін міндетті түрде басқа адам істей алады. Әлихан бабамыз бізге осы тарихтың не үшін керектігін осы жолмен көркем түрде баяндап берді. Ал енді екінші бөлімінде қазақтың тарихы ақиқаттылықпен жазылды ма, сол жөнінде баяндап өтеді. Ол екінші бөлімін келесі әңгімемізде баяндайтын боламыз.